Сәлем, қалайсың? Байланыстылық ағай, және біз сенімен бүгін УТО берген тесттерді талдауды жалғастырып жатырмыз және мынандай сұраққа келген екенбіз. Бізде екінші бөлім бұл, бірінші бөлімді көру үшін алдыңғы видеоларды қарап алсаң болады. Айтады, Жапонияда орталық Қытайға басып кірген жылы дейді. Ол бізде жауабы Б болады және негізінен Жапония мен Қытайдың арасындағы қарым-қатынастар өте қиын болатын еді. Бұлардың бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әскери әрекеттері 1931 жылы басталды деп айта аламыз. Ол жерде Қытай әскері, яғни Жапония әскері Қытай жеріне басып кіреді және Қытайдан Манчжурия деген жерді алып қояды. Манчжурия деген жер өзі Қытайдың солтүстік шығыс жағы болатын еді. Және сол Манчжурияда олар Манчжу-го деген мемлекет құратын еді. Манчжу-го. Қателеспесем, енді Қытай тілін жақсы білмесем де, Манчжу-го деген мемлекет Манчжурияның мемлекеті дейді. Және ол Манчжу-го деген қуыршақ мемлекет болады дейді. Қуыршақ мемлекет дегеніміздің мағынасы негізінде бұлар өтірік, Манчжу-го деген мемлекетке жапондықтар Пуи деген императорды отырғызып қояды. Бірақ шын мәнінде шынайы билік Манчжу-го Пуидің қолында емес, жапондықтардың қолында болатын еді. Сол себепті мысалы саған бір тесттерде мәтіндерде көрсең, оны Манчжу-гоны тәуелсіз мемлекет деп тырнақшада жазатыны да осыдан. Енді одан ары Қытайға шабуылын жалғастырып, Жапония 1932 жылы ол Джэхэ провинциясын басып алатын еді. 32 жылы бізде Джэхэ деген провинцияны басып алатын еді. Бұлар жапондықтар сонда солтүстік шығысынан қарай, солтүстік шығыстан бастап оңтүстікке қарай жылжып бара жатқан. Енді осы Джэхэ провинциясын басып алған кейін бұл жерде ұлы Қытай қабырғасына жол ашылатын еді. Бұл деген сөз уже әлемнің уайымын, әлемдегі басқа елдер де уайымдай бастайды. Мысалы үшін ақш пен Еуропа елдерінің арадағы байланыстары нашарлап кетеді Жапонияның. То есть олар айтады, сен дұрыс нәрсе істеп жатқан жоқсың дейді. Енді 33 жылы бұл жерде жапондықтар ұлттар лигасынан шығып кетеді, себебі ұлттар лигасы оны айыптайтын болады Жапонияны. Енді бізде негізінде Жапонияның ұлттар лигасынан шығып кеткені нашарларды, халықаралық жағдайды нашарлатып жіберді. Және біз айтамыз, одан кейін белсенді әрекеттер бәсеңдейді. Оның орнына белсенді әрекеттер 1937 жылы басталады. 1937 жылдан бастап бұл 45 жылға дейін жалғасатын әрекеттер болады. Өте ұзақ, өте қиын, қытайлықтар үшін әсіресе қиын соғыс болатын еді. Жапондықтар қытайлықтарды аямайды. Енді қара, 37 жылы бірінші шайқастардың бірі Луга-Цяо деген көпірде болатын еді. Осы соғыстың бастамасы болатын еді. Жапондықтар енді осы 37-45 жылдардың аралығында солтүстік және орталық аймақтарды Қытайдың басып алатын еді. Мынау Қытай дегенде, ол жаққа салмаған дұрыс шығар. Мына Қытай деп елестететін болсаң, жапондықтар басында солтүстік шығысынан басып кіріп, орталығын басып алып, кейін ары қарай оңтүстікке жылжитын еді. Біз осы орталық аймақтарына басып кіргені туралы айтып жатырмыз. Жапондықтар өте тез арада өте маңызды қалаларын басып алады қытайлықтардың. Ол Пекин, Тяньцзин, Шанхай, Нанкин деген сияқты қалалар. Енді ол уақытта Қытайдың астанасы осы Нанкин деген аймақта болатын еді. Нанкинді де басып алғаннан кейін сол уақытта Қытайдың басшысы Чан Кайши деген кісі болады. Сол Чан Кайши астанасын Чунцин деген жерге көшіретін болады. Және сол уақытта негізінде Қытайда өте ауыр жағдай, ол жақта Чан Кайши деген бар. Чан Кайши бізде, мен неқа жазылайын, Чан Кайши бізде Гоминдан деген партияның басшысы болатын еді. Олар негізінде билікте болатын. Тағын бір партия, осы билікке таласып жатқан Қытай коммунистік партиясы болатын еді. Олар да қазір енді 37 жылға дейін Гоминдан мен ККП-ның арасында мәселелер болатын болса, жапондықтар басып кіргеннен кейін бұлар бірге бастайтын еді. Мұны осындай оқиғалар орын алып жатқан. 1939 жылы 30 қарашада КСР әскери қимылдарын бағындырған ел, ол бізде Финляндия болды. Ол бізде жауабы Б болады. Негізінде алдыңғы видеода бұл соғыс туралы айтып кеттім.
Поэтому қазір оған уақытты құртпай қойсақ, басқа тесттерді қарай берейік. Ну, ары қарай жылжыдық ондай болса. 38 жылы 29-30 қыркүйекте Мюнхен кездесуінде тағдыры шешілген мемлекет. Мюнхенда бізде Чехословакияның тағдыры шешілетін болады. Вообще бұл жиналыс кездесу 38 жылы болған оқиға еді. Бұл не туралы болады? Бұл кездесуде осы Чехословакияның тағдыры шешіледі. Және бұның тағдырын шешуге ең қызық жері кім қатысады? Қарайықшы қара. Германия, оның өкілі Гитлер. Кейін Италия, оның өкілі Муссолини. Хорошо. Германия, Италия. Келесі. Англия қатысады. Англия или Ұлыбритания дейміз, болмаса. Ұлыбритания. Оның несі бізде Чемберлен деген премьер-министр қатысады, өкілі болады осы жерде. И Франция қатысады. Францияда бізде Даладия келетін болады Франциядан. Даладия. Енді ойла. Айтасың. Оқыпбек ай. Мынау Чехословакияның өзі қайда? Ауытпалар Чехословакияны шақырмайды. Өзі не шешейін деп жатырсың да? Короче, Гитлер айтады. Осы Чехословакияның Судет деген облысы бар екен. Сол Судет облысында немістер тұрады екен. Соны Судет облысы маған берсін дейді. Енді Судет облысына, сонда мына Чехословакияның Судет облысына қатысты болды. Судет облысы Чехословакия үшін өте маңызды. Ол 5-тен 1 бөлігін құрайтын аймақ. Ол өте дамыған аймақ, завод фабрикалары көп аймақ. Конечно, Чехословакия бұны бергісі келмейді. Англия мен Франция мына Гитлерден қорғаудың орнына айтады, Чехословакия бере салшы дейді. Ужас, позор. И сонда Судет облысына қатысты болатын еді. Енді мына Мюнхенде не шешім қабылдайды? Может быть, Англия мен Франция осы жерде сақтап қалатын шығар? Жоқ, олар айтады, Чехословакия дейді. 10 күннің ішінде Германияға Судетті берген дейді. Ужас, қорғаудың орнына осындай шешім айтып отыр еді. И және бұл нәрсе Чехословакия үшін өте ауыр тиеді. Одан кейін айтады, Гитлерге одан кейін де сұрайды. Гитлер, сен осы Судет облысына алғаннан кейін Чехословакияға тиіспейсің ғой десе, ол ондай ештеңеге кепіл бермеймін деп айтады. Сонда да Англия мен Франция үндемей қалатын еді. Мына осындай Мюнхен кездесуі дегеніміз осындай шешім болады. 10 күнде беру керек деп қояйық. 10 күн. Сонда кім-кімге береді? Чехословакия Судетті Германияға беру керек екенбіш. Ну, жақсы. Енді қырғи қабақ соғыстың басталуына себепші болды дейді. Ол өте көп кездесетін сұрақтардың бірі Уинстон Черчилльдің Фултондағы сөйлеген сөзі. Итак, осы нәрсе бізде екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемде қырғи қабақ соғысы болатын еді. Кімнің арасында? ақш пен ксро-ның арасында. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл жерде ең басты, ең негізгі күштер осы бізде ақш пен ксро болатын еді. Және осылардың арасында қырғи қабақ соғыс басталады. И және осы соғыстың, осы текетірестіктің бастауына 46 жылы болған Фултонда Черчилльдің сөйлеген сөзі болады. Өзі қара. Бұлай болады ғой. Уинстон Черчилль, ол Ұлыбританияның премьер-министрі болған. Және сол Фултонға келеді, сол жерде ол сөз сөйлейтін болады. И сөз сөйлеген кезінде ол мынандай нәрсе айтады. Енді біз фашизмді жеңгеннен кейін, то есть Гитлерларды жеңгеннен кейін, біздің ең басты жауымыз ол коммунизм дейді. ақш дейді ең күшті мемлекет. Және біз осы екеуміз бірігіп, біз ағылшын тілінде сөйлейтін елдер ксро-ға қарсы күресуіміз керек деп айтады. Вот осындай нәрселерден бастап бізде қырғи қабақ соғысы басталатын еді. Енді мен саған былай қарапайым тілмен түсіндіріп бердім. Давай сенімен барынша сол тесттерде келетін терминдарға қарайық. Бірінші, оның айтатын негізінде бірінші айтатын пункті ол айтады батыс әлемінің үстемдігі. Батыс үстемдігі.
яғни айтады, біз батыс әлемі, ақш, англия деген сияқты елдер, біз үстем болуымыз керек дейді. Екіншісі, осы батыс әлемдегі ең күштісі ақш дейді. ақш ол бізде әлемдік күштердің шыңына жеткен дейміз. Шыңына жеткен дейміз. Үшінші айтатын нәрсеміз, ол кеңес одағын айыптау, енді ксро-ны айыптау дей салайын, мына жақта ксро-ны айыптау жүргізеді. Және ол жерде ксро мынандай нәрсені айыптайды. Қазір ксро шығыс Европаны өз ықпалына алып, оны темір шымылдықпен, железный занавес дейді, темір шымылдықпен жауып алған дейді. Шымылдық. Вот осындай нәрсемен ол қоршап алған дейді. И сол себепті біз ағылшын тілдегі сөйлейтіндер, ағылшын тілдегі елдер коммунизмге қарсы тұруымыз керек дейді. И бізде осы ағылшын саксондардың тығыз байланысы бар дейді. Ағылшын саксондар дегеніміз кімдер олар? Ағылшын саксон дейтініміз, ол бізде ақш пен Ұлыбританияны айтып жатыр ағылшын саксон деп. Енді айтады, Ұлыбритания мен ақштың ядролық қаруы болғандықтан, ол кеңес одағының әскери артықшылықтарын басым болуы тиіс деп есептеді. Мұны осындай нәрселерден кейін бізде қырғи қабақ соғыстың ресми түрде басталуы деп айтамыз. Келесі бізде айтады, 2006 жылы Югославия құрамынан Черногория шыққаннан кейін бізде осы Югославия деген мемлекет өмір сүруін тоқтатады. Жауабы С бұл жерде. Енді негізінде бізде Югославия деген мемлекет бар. Югославия деген мемлекет бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Австрия-Венгрия деген мемлекеттің ыдырауынан пайда болған еді. Югославия дегеніміз оңтүстік славяндардың мемлекеті. Бізде шығыс славяндар бар, батыс славяндар бар және оңтүстік славяндар бар. Бұлар оңтүстік славяндар көбінесе Балқанда тұратын еді. Енді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Югославия бізде ксро-ның екінші ДЖС болса, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ол бізде Югославия ксро-ның ықпалында болған еді. Енді бара-бара бұл мемлекетте ыдырайтын еді. Айтады, ұлтаралық қақтығыстар және Югославия соғыстары нәтижесінде Югославия социалистік федеративтік республика жеке республикаларға бөлінеді дейміз. Қара, сол уақытта екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Югославия ЮСФР деп аталады. Не дегеніміз ол? Югославиялық социалистік федеративтік республика дейміз. Енді ол бөлініп кетіп жатыр қазір. Қандай бөлшектерге? Енді қара, 1991-92 жылдары бізде негізінде 6 республика болатын еді. Осының ішінде сол 6 республиканың төртеуі бөлініп кетеді. Яғни 6-дан 4-еуі бөлініп кетеді. Олар кімдер? Олар бізде Словения, кейін екіншісі Хорватия, Босния мен Герцеговина, Босын Герцеговина деп қояйық, Герцеговина ол бір, и төртіншісі Македония. Негізінде Югославия ыдырауы вообще ауыр тиген. Бұл жерде жестко өзаралық соғыстар болған еді. Мысалы, Хорватияда соғыстар болған. Хорватиядағы соғыстар, олар бізде 1991-95 жылдардың аралығында болған. Кейін азаматтық соғыс Боснияда болған. Азаматтық соғыс Боснияда болады. Босниядағы азаматтық соғыс ол 1992 жылдан бастап 95 жылға дейін болатын еді. Сөйтсе осы Босниядан кейін Косово деген жерде болады. Косово деген жерде бізде Македония, оңтүстік Сербияда қарулы көтерілістер болады. Көтерілістер деп қояйық. Көтерілістер. Косово, Македония, оңтүстік Сербия. Короче, бұл жерде балалар бір-бірін жестко қыратын болады, қатты әрекеттер болады, адамдар бір-бірін аямай қырып жояды. Бұл қақтығыстар еще діни қақтығыстар болып кетеді. И және осындай ит иесін танымай кеткенде ақш 1999 жылы, мен қай жаза берейінші, 1999 жылы Косовоға қарсы әрекет жасайтын болады. Косовоға қарсы ақш әрекет ететін болады. Ол ақш жестко аямай бомбалап тастайды.
Бұл нәрсе негізінен Біріккен ұлттар ұйымының рұқсатынсыз, мандатсыз болғандықтан ақш-ты осы Косоводағы әрекет үшін айыптайды. Короче говоря, осы Югославиядағы азаматтық соғыс 10 жылға созылады, 10 жылға. Сөйтіп 2001 жылы аяқталады. Сөйтіп ең соңында осы Югославияның құрамынан Черногория шығып, сөйтіп бөлек мемлекет болып, Югославия деген мемлекет өмір сүруін тоқтатады. Хорошо, айтады. 20 ғасырдың 50-ші жылдарында Еуропалық көмір және болат бірлестігін құрған мемлекеттердің ортақ мүддесін анықтаңыз дейді. Бұлардың ортақ мүддесі интеграцияға алғашқы қадам жасау. Мына Еуропа елдері бір-бірімен жақындасу бастайды екінші дүниежүзілік соғыста. Бұлар айтады, біз сонша ұрыстық төбелестік жетеді, енді жақындасайық, бірігейік дейді. Сол интеграция дегеніміз бірігу. Особенно бұл нәрсе Германия мен Францияның арасынан басталатын еді. Қара, 1949 жылы бізде Парижде ЕКБ, Еуропадағы көмір және болат бірлестігі деген осындай құрылатын болады. Шартқа қол қояды. Және оған құру қатысқан елдер негізінде 6 мемлекет болады. 6 мемлекетті қалай жаттаймыз? Бенилюкс дейміз. Бенилюкс дейміз. Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Осы үшеуі. Кейін бізде Германия. Германия ол уақытта ГФР. Одан кейін Франция, осы екеуі всегда бір-бірімен Еуропада төбелесетін, и Италияны қосып қоямыз. Осы 6-ы бізде ЕКБ-ны құрған болатын еді. Негізінде бұлардың мақсаты не? Осы ЕКБ-ға мүше болған елдердің арасында кедендік шекараларды жою, сауданы, особенно көмір мен металлургияның саудасын толық ырықтандыру енгізілетін еді. Және сөйтіп интеграция басталатын еді. Тағын бұл жерге 1957 жылы ЕКБ елдері олар ЕК құрады. Еуропадағы экономикалық қауымдастық дегенді құрады. Және өстіп бұлар келісімге қол қойып, интеграциясын ары қарай жалғастырады. Және ЕК деген келісім шарт бізде Римде қол қойылатын еді. Енді осы мынаяқта дейді, неге баса назар аударды дейді, сен айтасың, бұл жерде ортақ нарық құруға. Ортақ нарық. Тағын бір бұл жердегі осы ұйымдары, ол Евроатом деген ұйым болады. Евроатом деген ұйым. Осы үш ұйым негізінде Еуропаны кейін біріктіріп жіберуге, интеграция жасауға өте үлкен жақсы мүмкіндік жасайды. Евроатом ол Еуропадағы атом өнеркәсібінің пайда болуымен, жылдам өсуімен байланысты еді, және соларда қажетті жағдайлар жасау үшін құрылған ұйым деп айтсақ та болады. Келісім шарт деп айтсақ та болады. Хорошо? Хорошо. Ондай болса ары қарай жылжыдық. 91 жылы 21 желтоқсанда ТМД-ның басты мақсаты мен қағидаттарын бекіткен қол қойған құжат дейді. Бұл жерде дұрыс жауап бізде Алматы декларациясы болады. Енді қара. Негізінде бұл КСРО ыдырап жатқанмен байланысты оқиғалар. Басты оқиғалар бізде 1991 жылы болады. И бұл жерде енді саған күндермен білу керек. Бірінші біз айтатымыз 7-8 желтоқсанда. Беларусь. Ол жерде Беловеж деген жерде, Беловеж пущасында, бұл жерде үшеуі кездеседі. Беларусь, Украин және Ресей үшеуі кездеседі. И бұл жерде айтады, біз КСРО-дан шығамыз дейді. Құрған өздері, практически өздері шығып жатыр. И айтады, біз енді КСРО емес, біз өзіміз үшеуміз ТМД құрамыз дейді. Енді балалар, ТМД дегеніміз ол жерде әлі ТМД емес еді негізінде. Бірақ біздің оқулықта ТМД деп жазылған, ТМД деп айта берейік. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Енді кейін бұлар енді үшеу жиналған еді ғой. 91 жылы, осы мына жақта 21 желтоқсанда ол Алматыда кездеседі. Енді қара, Алматыда кездескендер кім қанша кездеседі? Не обращай внимание. Итак, бұл жерге КСРО-ға кірген 15 мемлекеттің іші, 15-нің 11-і ғана жиналатын болады. И сөйтіп осы жерде Алматы декларациясына қол қоятын еді. Енді бұл жерде қандай елдер
ТМД, то есть мына Алматыда бізде қалған елдер де ТМД-ға кіретін болады. Қандай ТМД құрамына кірмеген елдер, қандай елдер бар дейді. Сен айтасың, ол Балтық елдер. Балтық елдерге бізде Латвия, Литва, Эстония деген сияқты елдер жатады. Плюс еще Грузия деген 4 мемлекет кірмейтін болады. Вот осындай жағдайлар бізде орын алған еді. Енді бұл қысқаша негізінде әлі көптеген проблемаларды қараған еді Алматы декларациясы. Ежелгі үнді қоғамындағы саудагерлер мен қолөнершілер қауымы дейді. Ол бізде балалар жауабы Б болады. Вайштер. Негізінде ежелгі Үндістанда касталық жүйе болады дейміз. Если честно, балалар, бізде каста дейміз ғой. Негізі ол каста емес. Оны дұрыс айтаған негізі варна. 4 варна болады. Сол варналардың бірі брахмандар. Брахмандар олар бізде абыздар болады. Абыздар, олар Брахма құдайының аузынан пайда болған топ дейміз. Кшатрилер екінші топ ол бізде. Екінші топ, олар жауынгерлер болатын еді. Олар елді қорғайтын батырлар болатын еді. Вайштер ол үшінші топ, осы саудагерлер деген сияқты. Шудралар бар, ол бізде еркін халық деп те сипаттайды. Ол малайлар, ең лас жұмыс жасайтын осы шудралар, осы 4-еуі болатын еді. Мына осындай 1848 жылы Франциядағы революция нәтижесінде тақтан кетуге мәжбүр болған тұлға. Ол бізде тақтан кететін кісі Луи Филипп болатын еді. Негізі 1848 жылы Францияда жағдай, прямо экономикалық жағдай быт-шыт болады. Сол экономикалық быт-шыт болған, то есть сен айтады, мынаған басты себеп не? Басты себеп дейсің сен? Ол экономика дейсің. Экономиканың жағдайының нашарлауы, экономика. Хорошо. Енді бұл жерде дағдарыс прям жағдайды нашарлатып жіберді. И сондықтан 1847 жылы Луи Филипп кетеді. Луи Филипп кеткеннен кейін монархия жоқ қой енді. Бұлар екінші республика болып жарияланады осы. Екінші республика 1848 жылы. Билік пока уақытша үкіметтің қолына беріледі. Уақытша үкімет. Енді уақытша үкіметтен кейін сайлау өткізіледі. Және бізде сайлаудан кейін таққа мына кісі келеді. 3-ші Наполеон дейді. 1848 жылы бұл кісі президент болатын еді. Бірақ ол әлі сол президент болатқан кезде оның аты негізінде 3-ші Наполеон емес, бізде Луи Бонапарт дейді. Луи Бонапарт, либо Луи Наполеон дейді, болады. И сөйтіп бізде бірақ 1852 жылы бұл император болады. Император болғаннан кейін ол өзіне атына 3-ші Наполеон деп өзгертеді. Сөйтіп 3-ші Наполеон болып таққа отыратын еді. Енді бізде Наполеон Бонапарт, кстати, бұл кезде екінші республика болса, мына жерде екінші империя болады Францияда. А бірінші империя кім кезінде құрылады дейді? Бірінші империя тогда Наполеон Бонапарт кезінде құрылады. Наполеон Бонапарт 1804 жылы император болады. Оның өзіне Наполеон бірінші деген атақ алады. Және ол мемлекетті страшно күшейткен еді. Сөйтіп бізде жағдай осындай. Тағы Наполеон соғыстары деген бар, 1799-1815 жылдардың аралығын қамтитын еді. 16-шы Людовик ол бізде француз королі. Ол именно буржуазиялық революция болды, 1889 жылы революция кезінде болған кісі, және 1792 жылы оны өлім жазасына кесетін еді. Өлім жазасына кесілді. Осындай патша болатын еді. 16-шы Людовик. 16-шы Людовик бізде бурбондар әулетінен еді. Ол уақытта Францияда осы бурбондар әулеті басқаратын болады. Келесі біздің сұрақ бұл 19 ғасырдың екінші жартысында Ресейде басқарған патша дейді. Енді қарам, егер 19 ғасырдың басында дейтін болсақ, ол екінші Александр болады. Неге екінші Александр? Екінші Александр бізде 1855 жылы таққа келеді дейміз. Одан кейін 1861 жылы Александр өте маңызды бір реформа өзгеріс енгізеді. Ол Ресейдегі басыбайлы шаруашылықты жояды. Басыбайлы шаруашылық оны жояды. И бұның өзі прям үлкен жетістік болады. Топ, падам. Енді
бірақ 1870 бұл басқа да реформа жүргізеді. 1878 жылы бұны Липецк деген қалада, Липецкте, жер және еріктілік деген ұйымда, жер және еріктілік деген ұйым өлім жазасына кеседі, бұны өлтіріп кетеді. Хотя негізінде жап-жақсы патша еді. Давай қарай тағын қандай варианттар бар бізде. Бұл жерде бірінші Петрдан бастайық. Бірінші Петр бізде 1682-1725 жылдары басқарған. Бірінші Петр кезінде біраз өзгерістер болады. Ол бізде негізінде армия және флот құрған кісі. Армия мен Ресейдегі тұрақты армия мен флот именно бірінші Петр кезінде пайда болатын еді. Ол бізде 1703 жылы Санкт-Петербург қаласын сала бастайды. Санкт-Петербург деп қойсай мен. Сөйтіп 1719 жылы Санкт-Петербургты Астана жариялайды. Ал 1721 жылы Петр кезінде Петр өзі император болады, а Ресей империя болатын еді. Және біз айтамыз, бірінші Ресейдегі император ол бірінші Петр дейміз. Енді үшінші Петрға келетін болсақ, бұлай болады да, бірінші Петр қайтыс болғаннан кейін Ресейде сарайлар төңкерісі деген кезең болады. Сарайлар төңкерісі. Ол жақта патшалар бір-бірін төңкеріп, таққа келіп отыратын еді. Сөйтеді, бұл жерде 1741 жылы Елизавета Петровна отырады. Елизавета Петровна деген кісі отырады. Елизавета Петровнадан кейін оның мұрагері бізде үшінші Петр болады. Үшінші Петр вообще странный жігіт болады. Ол немістерді жақсы көретін болады. И сөйтеді, поэтому біз айтамыз, ол үшінші Петр орыс дворяндарына жақпайтын саясат жүргізбеді. Негізінде есі дұрыс адамға жақпайтын саясат ғой, былай қарасаң. Немістерді қордап, немістерді көп жерлерді бер жіберіп, нефтемский әрекеттер жасайды. Поэтому осындай нефтемский әрекеттерін көрген оның неміс әйелі орыс халқына жаны ашиды, сөйтіп оларға патша болады. Петрді тақтан тайдырады, сөйтіп екінші Екатерина таққа отыратын болады. Ол бізде 1762 жылы билікке келеді. Билікке келді. И ол біз айтамыз 35 жыл билікте отырады. 35 жыл билікте отырды. И және осы 35 жыл билікте отырған кезде оның басқарған кезеңі ақсүйектердің алтын дәуірі дейміз. Алтын ғасыр дейміз. Ақсүйектер алтын ғасыры. Неге? Потому что осы екінші Екатерина кезінде ақсүйектер керемет өмір сүретін еді. Міне бізде осындай жағдайлар, осындай орыс патшалары. Так, бірінші Апин соғысында Англия мен Цин империясына жеңілуіне нәтижесінде жасалған келісім шарт бізде. Бұл келісім шартта біз сендермен Нанкин келісім шарты дейміз. Қара, 1840-42 жылдары бізде Апин соғысы болады, бірінші Апин соғысы. Және ол жерде, конечно, Қытай елі Цин империясы жеңіліп қалады. И сөйтіп Нанкин келісім шартына қол қояды. Итак, Нанкин келісім шартының шарттары қандай екен? Нанкин келісім шартынікі ол бізде 5 портты ашып береді ағылшындарға. Бұрында тек қана бір ғана порт болатын еді, ол Гуанчжоу деген қаласындағы порт, сол ғана ашық болатын еді. Кейін 5 портты алады, ашады. Кейін Гонконгты Англия алып қояды, Гонконг деген қаланы алып қояды, және біз айтамыз, контрибуция төледі. Сөйтеді, осы кезде Гунхан монополиясы жойылады. Гунхан монополиясы дегеніміз, біз бағана айттық қой, Гуанчжоуда ғана сауда жасауға болатын еді. Сондай құқық жойылатын еді. Және бұл жерге осы Нанкин келісіміне еще осы неден кейін американдықтар да қосылып алатын еді. Вот осындай важный нюанста бар. Американдықтар да қосылып алады. Хорошо. Енді Канагава келісім шарты. Канагава келісім шарты 1854 жылы жасалған келісім шарт. Ол бізде ақш пен Жапонияның арасында ақш-жапон келісім шарты. Және бұл Жапонияны ашу туралы келісім шарт болады. Және бұл келісім шарт бойынша ақш Жапонияға Симода және Хоккайдо деген порттарды ашып береді. Хоккайдо деген порттарды ашып береді. И үстіп 215 жылға жалғасқан Жапонияның жабық есік саясаты бізде тамамдалады. Осындай ерекшеліктер болатын еді. Енді Тяньзин келісім шартына назар аударайық. Тяньзин келісім шарты бізде 1858 жылы Англия мен Франция мен
Қытайдың арасындағы келісім шарт, және біздің бұл ерекше келісім шарттың атауы, бұл сен мынандай сөзбен танисың, жеке-жеке жасасқан дейсің. Жақсы ма? Англия мен Франция Қытаймен жеке-жеке жасасқан деп айтамыз. Хорошо, бұл жерде енді бұл ерекшелігі. Бұлар Пекинде, осы Тяньзин келісім шартқа байланысты Пекинде елшілік ұстауға рұқсат берді. Елшілік. Кейін біз айтамыз, азаматтары емін еркін жүрді. Азаматтары емін еркін жүріп тұра берген. Кейін біз айтамыз, Янцзы өзенде сауда жасауға мүмкіндік алады. Сауда жасауға мүмкіндік алды. Мына осындай мүмкіндіктер бар еді. Және осы сенмен айтатынымыз Тяньзинде апиын сатуға шек қойылмады, апиынды смело сата берді деп айтамыз. Шек қойылмады. Так, кейін бұған да тағын красават етіп американдықтар да қосылып алатын еді. Американдықтар. Амур өзеніне келетін болсақ, Амур дегеніміз осы Қытай мен бүгін Ресейдің арасындағы шекарасындағы өзен. Негізінде бұл Амур мәселесі бізде 1858 жылы жасалған Айгун келісім шартында қаралады. Және одан алдын жасалған 1689 жылы жасалған Нерчинск келісім шартында қаралатын еді. Енді қара, екеуінің разницасын біліп алайық. Мына Нерчинскті Амурды толығымен Қытай алып қойды, түсіндің ба? Толығымен, то есть толығымен Амур Қытайға тиесілі болады. Толық алып қойды. Енді Айгун келісім шарты бойынша Ресей бізде сол жағалауын алады, Амур өзенінің. Сол жағалауы болады. И Қытай оның оң жағалауында қалатын еді. Түсінікті? Сол жағалауы бізде осымен байланысты. Ну, и мына Айгун келісім шарты бойынша Ресейде бізде елшілік ұстауға мүмкіндік алады, сауда жөнінде жеңілдіктер алады. Мысалы үшін сен айтасың, Пекинде бұлар не ұстайды десем, сен айтасың, Пекинде мынау Айгун келісім шарт бойынша орыстар тұрақты орыс өкілдігін ұстайды дейсің. Қаған аймақтарда, қаған провинцияларда елшілерді ұстауға мүмкіндік алады дейсің. Мына осындай ерекшеліктері бар. Енді біз Ресей тарихында дейді, екінші Александр патша жасаған реформалар дейді, оны біз айттық бағана басыбайлық құқықты жойды дедік 1861 жылы. Кстати, осы жылы бізде Италия корольдігі құрылатын еді. Италия корольдігі құрылатын еді. Так, Европаға жол ашу дейді. Бұл нәрсені балалар бізде бірінші Петр жасаған. Европаға жол ашты. Ол Балтық теңізге шықты. Біріншіден Балтық теңізге шығу үшін кіммен соғысты дейміз? Швецияға қарсы соғысты. Сол Швециямен қарсы соғысты. Бірінші Петр сол шведтер жеңіп, Балтық теңізіне кеме жіберіп, Европаға шығатын мүмкіндік алды дейді. Янычарларды таратты дегеніміз ол 1826 жылы Осман империясындағы екінші Махмуд деген сұлтан тарататын еді. Балтық теңізінен шығу дегеніміз опять же Петр еді. Осы солтүстік соғыс деген болады. Солтүстік соғыстың арасы бізде практически Ресей мен Швецияның арасы Балтық теңізге шығу үшін. Біз ары қарай жылжыдық. Біз контекст сұрақтарға келіп қалыппыз. Мынақты айтады. Мен енді мынақты дұрыс көріп тұрған жоқпын. Мынаны өзіме жақындатып ала салайын. Бірінші кезең, екінші кезең дегенде мен байқап қойдым, бұл танзимат екен. Хорошо, мен танзимат екенін түсіндім де, ары қарай жылжыдым. Может быть, мен сұрақтарға бұлай да жауап бере аламыз. Так, айтып кетейін. Енді мынандай контекст талдаған кезде мы притворяемся, что біз ештеңке білмейміз. И сол кезде біз қалай жұмыс істейтін еді, қандай логикамен таңдайтын едім дегенді мен сендерге үйреткім келеді. То есть, бұл нәрсе неге пайдалы? Біз андай логикалық түрде ойлануға үйренеміз, хорошо, давай. Айтады, 19 ғасырда Осман империясында жүргізілген реформалардың мақсаттарын бірін анықтаңыз дейді. Хорошо, то есть, бұл айтқанда танзиматтың мақсаты дейді. Ел аумағында шетелдік тауарлардың еркін сатылымын қамтамасыз ету, елдің еуропалық державаларын тәуелділігін шектеу қою, елге қарақшылық жолмен апиын әкелуді тоқтату, тиімді шарттарды арқылы шетел концессияларын алу дейді. Бірінші, қара, точно жоқ, потому что мынау С варианты, ол біз бағана айттық, Қытай деп бір қақсап келдік. Бұл танзимат, Осман империясы, түріктер, бұларда апиынмен проблема жоқ. Енді,
реформаны көбінесе қашан жүргізеді? Ел нашарлап кеткен кезде. Поэтому бұл нашарлауды жою керек. Мысалы, мына вариант қарашы, ел аумағынан шетелдік тауарларды еркін сатылып алып келуі, бұл скорее бір положительный, бұрандай да, бір қатты үлкен проблема емес. Мына вариантты қара, Д деген вариантта. Тиімді шарттар арқылы шетелдіктердің концессияларын алу. То есть шетелдіктердің концессияларын алу деген сөз, ол былай айтқанда шетелдіктерден сатып алу дейді да. Шетелдіктерден сатып алсаң жағдайың жақсы ғой. Поэтому тоже не подходит. А вот мына тәуелсіздігіне шектеу қою да, державалардың тәуелдігіне шектеу қою, так, елдің европалық, то есть біздің еліміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін сақтап қалу дейтін болсақ, вот осы бізде дұрыс жауабы болады. Даже біз білмесек те, самый подходящий вариант мынау болады екен деп жобалай аламыз. Вот ма? Енді айтады, кесен және тарих реформаның мақсатын анықтаңыз дейді. Хорошо. Енді христиандарды мемлекеттік қызметке алуды шектеу, салықтардың мөлшерін көбейту, шетел азаматтарын елден қуу, әлеуметтік реформалар жүргізу. Енді біз айттық қой, бағана танзимат, ол реформалар дегенімізді. Мынау әлеуметтік экономикалық реформалар жүргізу, және бұл арқылы мемлекетті күшейту, және сол мемлекеттің күшейту арқылы шетелдіктерге тыйым салу, шетелдіктен тәуелділікті азайту деген сияқты нәрсеге айталамыз. Поэтому жауабы мынау болады, Д болады. Енді айтады, танзимат реформаларын міндетін анықтаңыз дейді. Капитализм дамуын мүмкіндік туғызу, басыбайлық құқықты жою, отар елдерді азаттық беру, жалпыға бірдей еңбек міндеткерліктер енгізу. Если честно, балалар, бұл жерде барлығы жақсы нәрсе, типа. Бағанағындай мына нәрсе онша жақсы емес деген сияқты тема жоқ. Бұл жерде бәрі жақсы. Енді бұл жерде чисто танзиматтың өзінің жағдайын білу керек. Түркияның өзінің жағдайын білу керек. Енді лайфхак. Мынандай еңбек міндеткерлік дейтіміз, ол балалар чисто 20 ғасырдың темасы. Мынау біз танзимат реформасын бағана контексттерден қарасаң да, ол 19 ғасыр, 1839-70 жылдар. Отар елдерге азат беру. Мынандай отар елдерге азат беру дегеніміз вообще 20 ғасыр, екінші жартысал, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болған нәрсе. Басыбайлық құқықты жою, біз айттық бағана, ол Ресейде дедік. Поэтому бұл жерде бізде жауабы тек қана А болады деп айтамыз. Жақсы. Кесен тарихи білімдерін пайдалап, танзимат реформасының екінші кезеңде жүзеге асырған шаралары. Енді бұл жерде балалар, біз либо білуіміз керек танзиматтың екінші кезінде, либо бұл жерде енді точно мынаяққа барып таблицаға қарау керек. Екінші кезеңі дегеніміз мынаяқтардан қараймыз біреуін, осының біреуі болу керек екен. Кеттік, біз ары қарай қарайық. Бұл жерде не бар екен? Білім беру саласына зайырлы бағытқа қадам жасалды. Мемлекеттік мұсылман емес діни ұйымдарды жұмыс істеуіне шектеу қойды. Сұлтан үкіметі шетелде жауын елшіліктерін жапты. Балқан түбеген халықтарды азаттық берді дейді. Давайте тағы бір рет қарап келе салайық. Бұл жақта не бар екен? Қара айтады. Христиандардың мемлекеттік рұқсат алды деді. Бізде бағана рұқсат бермеді десе, бұл жерде рұқсат берді дейді. Білім беру саласына зайырлы қадам жасады. Бізде осы вариант болады екен, оказывается. Азаматтардың құқығы заң алдында бірдей екен жариялады. Түркі үкіметінің ұлттық қозғалыстарын жеңілдіктер жасады. Басып тастамады, наоборот, жеңілдіктер жасады. Сұлтан үкіметі бірнеше рет шетел державаларына несие алды, және Осман империясының барлық халықтардың дініне қарамастан тең құқық берді. То есть бұл жерде, мына жерде жауабы А болады екенін көрдік. Оны кестеден қарап алдық. Что? Ары қарай жылжыдық. И бізде мынандай сұрақ дейді. Кестен және тарихи білімдеріңді пайдаланып, танзимат реформаларға қатысты дұрыс дәйектерді анықтаңыз дейді. Дұрыс дәйектер, Мына жақта естеріңде болса, именно біз қараймыз. Дұрыс па, дұрыс емес дәйектерді айтып отырмыз. Дұрыс дәйектерді қарайды екенбіз біз. Итак, бірінші сұрағымыз. Танзиматтың бірінші кезеңі 39-53 жылдар. Так, танзиматтың реформасының бірінші кезеңі 39-53 жылдың аралығында жүргізілді. Қара, бұл жерде өте мұқият қарау керек, қайсысын айтып жатыр. Егер мынандай болатын болса, то есть дұрыс дәйектерді оқыған кезде бәрін от начала до конца оқуымыз керек. Бұл өте обязательно, потому что бас жағы 39-53 деп тұруы дұрыс болуы мүмкін. Ана жақта танзиматтың емес, например, басқа бір реформаның атын қойып жіберуі мүмкін. Поэтому өте мұқият оқимыз. Так, бізде бір дұрыс екен. Бір дұрыс болса, біз, значит, мына С болатын шығар, потому что басқа варианттарда бір жоқ қой деп айтамыз. Но давай на всякий случай тексере салайық. Мұстафа Решиттің жетекшілігімен танзимат реформасының жоспары жасалды. Бұл да дұрыс. Бұны енді бұл тарихи білімдеріміз болу керек өстіп жауап беруге. Хорошо.
Пока давай осы жерде біз бүгінгі тест талдауымызды аяқтайық. Келесі видеода мен саған ары қарай жалғасын саламыз. Ол жерде ең қызығы сәйкестендіру, көп жауаптылар болады. Міндетті түрде қарап ал. Ал бүгінге осымен рахмет. Келесі сабақта кездескенше аман сау болайық. Сұрақтарың болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетсең болады. Кездескенше.